Жақында Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанда жаңа даму кезеңінің басталғанын және де осы алдымыздағы 10 жылдың 30 дамыған елдің қатарына кірудегі шешуші жылдар болатынын атап өтті. Сонымен қатар үлкен әлеуметтік жаңа іс-шаралар жүзеге асырылатын білесіздер. Бұл іс-шаралар 3 бағытта жүретін болады. Бірінші бағыт табысты арттыру, ең аз қамтамасыз етілген категорияларды қолдау. Екінші, табысы аз отбасыларына баспанамен қамтамасыз ету мәселесі және денсаулық, білім саласының сапасын арттыру. Үшінші, өңірлік даму.